mezgili? Kış. Kış mezgili, dürüst айтасыңдар. Қыстың қай айы? Желтоқсан айы. Желтоқсан айы бірлік пен ынтымақ айы екен балалар. Сол себепті бүгінгі күніміз де бірлік пен ынтымақта өтсін деген келеді. Олай болса балалар, сендерге Абай Құнанбаевтың қыс өлеңін оқып берейін. Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, соқыр, мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақырау, түсі суық, басқан жері сығырлап келіп қалды. Сонымен балалар, қыста ауа райы қандай болады екен? Қыста қандай болады ауа райы? Салқын, суық болады, иә? Қандай болады Бағдәулет? Күн қандай болады? Қар жауады, дұрыс айтасың. Жел борайды. Дұрыс, Нұрислам, жарайсың менің ақылдым. Тамаша. Балалар, Жаңбыр жауады. жаңбыр күзде жауады. Балалар, бізге қоңырау келіп түсіпті. Бұл қысқан шай ма? Тұтқаны көтерейікші. Балалар, қысқан шайымы өзінің сарайына қонаққа шақырып жатыр. Барамыз ба? Иә. Олай болса, қонаққа бармастан бұрын қауіпсіздік ережесін есімізге түсіріп алайық. Қандай қауіпсіздік ережелері бар? Бір-бірімізді итермейміз, жүгірмейміз, құрал-жабдықтарды дұрыс қолданамыз. Дұрыс па? Олай болса, бір-біріміздің екі қатарға тұрайық. Бағдәулет Диана менің артымнан жүре қойыңдар. Қысқан шайының сарайына қонаққа аттанамыз. Балалар, жер тайғанақ екен. Көк мұз болғандықтан қардың үстімен жүрейік. Қарға басыңдар. Қардың үстімен. Жүре ғой. Жүр, менің артымнан жүреміз. Қарды басып жүреміз. Тез келе қойыңдар. Міне керемет балалар. Ашылып тұрайық. Нұрислам, келе ғой. Қандай әдемі? Не жауып тұр балалар? Қар жауып тұр, тамаша. Қардың пішіндері әртүрлі болады екен. Ол ауа райына байланысты өзгереді. Мысалы, күн суық, аяз болғанда қар түйіршіктері шар тәріздес ұсақ болып түседі. Ал егер де күн жылы аязсыз болса, міне суреттегідей тақтадағыдай әдемі үлкен болып түседі екен. Олай болса сендермен қар жасап көрейікші. Істен ғой. Қазір көрсетемін. Мына қар деген істейік. Қарды, кәне біз қардан қар ұлпасын жасаймыз. Я, қар ұлпасын жасаймыз. Жасау Нұрислам. Я, қарды лақтырып көрейікші. Міне керемет. Тамаша. Қарды мына тәлкеге салып қойыңдар. Сала ғой жана. Тамаша. Балалар, қар өлі табиғатқа жатады. Алайда оның тірі табиғат, яғни өсімдіктер мен жануарлар үшін маңызы өте зор екен. Мысалы, өсімдіктерді суықтан қорғайды, ал жануарларға жылы ем болады екен. Олай болса балалар, орнымызға жайғасайық. Бағдәулет, отыра ғой. Балалар, тақтада не көріп тұрмыз? Қар, дұрыс айтасың. Неше қар бар екен? Диана келіп санай қойшы. Неше қар ұлпасы бар екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Барлығы 10 қар ұлпасы бар екен. Тамаша, Диана, жарайсың, отыра ғой. Нұрислам, сен келіп қарды кері санап берші. 10, кері санап. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тамаша, жарайсың, Нұрислам. Балалар, далада жел тұрып, күн суыта бастады. Жел біздің қар ұлпамызды ұшырып әкетті. Неше қар ұлпасы қалды? 9. 9 санын
9'ның маған цифрасын көрсетіңдер. 9 цифрасын тауып беріңдерші. Алдына карточкадан. Тамаша, жарайсың Бағдәулет. Тоғжан тауып алды. Диана да тамаша, жарайсыңдар менің ақылларым. Қараңдаршы балалар. Жел одан сайын тұрып, тағы бір қарулпасы ұшып кетті. Неше қарулпасы қалды? 8 цифрын көрсетіңдерші. Балалар, жарайсың, Нұрислам. Олай болса, балалар, сендермен тұрып, сергітір сәтін жасап алайық. Орнымыздан тұрайық, шеңбер жасап тұрайық. Шеңберге тұрайық, тез. Шеңберді созайық, создыңдар, созыламыз. Тамаша, менің артымнан сәліктер қимылдарын қайталаңдар. Аппақ шапалақтап, қар жауады тынбастан. Қалың орман қар жамылған, маужырайды түнгі аспан. Кебелейік, үйренейік, ол келгенше жаңа жыр. Құтты болсын, құтты болсын, құтты болсын жаңа жыл. Тамаша! Сергіп қалдыңдар ма? Олай болса, орындарыңа жайғасыңдар. Нұрислам. Жарайды балалар, олай болса, сендердің алдарында үйшіктер берілген. Үйшіктерде кейбір сандардың қатары жоғалып қалыпты. Сол көршілес сандарды табуға көмектесейікші. Екі санның көршілес сандары қандай, Диана? 1 және 3. Осы карточкалардан тауып орналастыра қой. Тамаша. Бағдәулет, 3 және 5 санның көршілес сандары қандай? 3 және 5 санның ортасында қандай сан тұрады? 3, 4. Тамаша, жарайсың? Я, тамаша. Тоғжан, 6 санның көршілес сандары қандай? Және 5, 7. Орналастыра ғой. Тамаша, жарайсыңдар менің ақылларым. Не деген ақылды баласыңдар? Я, тамаша. Орналастырып болдық па? Қане тексерейікші? Диана? Тексеріп болдық па? Барлық жауап дұрыс? Дұрыс. Олай болса, орнымыздан тұрайық. Қыз ханшайымына бару үшін кезекті шығармашылық тапсырмамызды орындайық. Келе қойыңдар. Қазір біз сендермен көңілді тапсырма орындаймыз. Ол үшін балалар, тақтаға қараңдаршы. Қазір біз сендермен Нұрдәулет пен Диана сендер терезенің құрауын салатын боласыңдар. Ал Бағдәулет пен Тоғжан сендер қарулпасын жасайсыңдар. Оны қазір сендермен бірге жасаймыз. Бағдәулет пен Тоғжан Нұрислам мен Диана. Қазір сендер көк бояуды бала ғой, матыраға қолыңды қорықпай. Матырасыңдар, өстіп, қарауын суретін саласың. Нұрислам, сенімен біз басқа тапсырма орындаймыз. Келе ғой. Тоғжан жасай бер. Тоғжан, Бағдәулет, қыраудың суретін сала беріңдер. Сендермен біз қарулпасын жасаймыз. Ол үшін мына салфет құрғақ байлықтарды жырта бер. Жырта ғой, қорықпай жырта беріңдер. Я, тамаша. Сендермен қазір мамық, әппақ қарулпасын жасаймыз. Тамаша.
Тамаша Тоғжан. Бағдәулет қорықпай сала ғой. Жырттық па? Енді жыртылған бөліктерді қарымтасы жабыстырайық. Желім жағылған жерге жабыстыра ғой. Я, қорықпай. Диана жабыстыра ғой. Тамаша. Ала ғой. Жабыстырамыз. Ала ғой. Жабыстырамыз. Тез болар. Бастырайық, тәне бастырайық. Басың өрісіне қорықпаймыз. Бағдәулет, Диана, Тоғжан болыңдар ма? Иә. Қане енді? Қарымтасын сетейін. Балалар, қараңдаршы. Нұрислам мен Диананың қарымтасы қандай әдемі болып шықты, иә? Қары сондай мамық, сондай әппақ болып шықты. Ал Бағдәулет пен Тоғжанның құрамын қараңдаршы, қандай әдемі. Сендер сондай суретшісіңдер. Тамаша. Олай болса, қолымызды сүртіп болсақ, маяқтарды осы жерге қоя салыңдар. Жинап қойыңдар. Жүріңдер, шеңбер жасап тұрайық. Шеңбер жасап тұрайық. Балалар, біз Қызған шайының сарайына да келіп қалдық. Бірақ сарай қорқынышты, ұсқынсыз көрінеді екен, иә? Оны бұрынғы қалпына келтіру үшін соңғы тапсырманы орындайық. Бұл не балалар? Құлып. Бұл мұзды құлып. Мұзды құлыпта бірнеше фигуралар берілді. Қай фигура артық деп ойлайсыңдар? Артық. Иә. Шашы. Неге? Жоқ. Артық фигура? Жоқ. Қайда? Дөңгелек, дұрыс айтасыңдар. Неге екен? Сендермен бірге тексеріп көрейік. Тексеріп көрейік, келе қойыңдар. Тоғжаннан 4 бұрыш саған, 3 бұрыш саған Бағдәулет, шашы саған, Нұрислам дөңгелек. Кәне домалатып көрейікші, жылжытып көрейікші мына жерге. Нұрисламның фигурасы домалайды екен. Неліктен деп ойлайсыңдар? Себебі оның бұрышы жоқ балалар. Кәне тексеріп көрейікші, құлып ашылады екен. Тамаша, құлып ашылды. Көрейік. Қызған шайының сарайда қайтып оралды. Қауіпсіздік ережесін сақтап, тақтадан алыстырайық. Алыстап. Фигураны маған бере қойыңдар. Қызған шайымыз сендерге алғысын білдіру үшін қарт ұлпаларын беріп жіберіпті. Тоғжан, сен бүгін үйшіктегі сандарды көршілерін тапқаның үшін қар ұлпасын беріп жіберіпті. Бағдәулет, сен бүгін суретті өте керемет салдың, тамаша. Диана, сен артық пішінді тапқаның үшін қар ұлпасын беріп жіберіпті. Нұрислам, сен бүгін өз ойыңды анық жеткізе алғаның үшін қар ұлпасын беріп жіберіпті. Жарайсыңдар балалар, осы беттермен таймаңдар. Егер де бүгінгі саяхатымыз ұнаса, қызыл жүректі басыңдар, ал егер де ұнамаса, ақ жүректі басыңдар. Болды. Уақытыңыз болды. Келе қойыңдар балалар. Мен аяқтадым.